Баршаңызға сәлем. Қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге өте оңай жасалатын әрі керемет көтерілетін бантиктер іздесіп булочка жасап көрсететін боламын. Менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Өте дәмді, көрінісі де әдемі. Ішіне қалағандарыңызша қандай папило болсын, жем болсын салуға болады. Бірінші керек заттар: 200 грамм сүтке 100 грамм су қосып алдым. Оған тұз салдым дәміне қарай. 5 грамм ашытқы салдым. 50 грамм сұйық май құйып, шамал бетін жауып көтерілгенше қойып. Одан соң електен өткізілген ұнды жайлап салып, орташа деңгейде қамырлайтын боламыз. Қамырымыз қатты немесе өте жұмсақ болып кетпеу керек. Осындай болу керек. Міне қамырымыз 40-50 минутта ашыды, әдемі көтерілген. Енді осы қамырымызбен жұмыс жасаймыз. Қамырымызды ыдысымыздан төгіп аламыз. Сөйтіп бұларды кесіп зуала жасаймын, кішігірім булочканың көлемінде алып, кіші бөліктерге бөліп алам. Бөліп алған бөліктен қалғанын бетін жауып қоюымыз керек, өйткені қамырымыз қайысып қалмау керек. Осылай жайып аламыз кішігірім зуаланы. Сөйтіп менде малинаның жемі, соны осылай мен қалай видеода көрсеткендей салып, шетін осылай саусақтың көмегімен басатын боламыз. Ортасын осылай тілетін боламыз. Екі ұшын кейін қарай қайырып ішке. Тағы да бір көрсетем, осылай тілеміз. Бірінші жағын қайырамыз, екінші жағын ортасына қайырамыз. Кескен жерімізді кейін қарай қайырып бантик формасын жасайтын боламыз. Осылай бәрін жасап аламыз. Өсіп бантик формасын келтіріп, булочкамызды түйіп алғаннан кейін 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Сонда қайтадан жақсы көтерілетін болады. Мен тағы да көрсетем. Осылай кесіп, шетін жабыстырып бантик формасын істейміз. Не осылай. Ортасын кейін қарай артына қарай қайырамыз. Өстіп табамызға салып, бетін 5-10 минутқа жауып қоямыз. Сонда жақсылап көтеріледі. Одан соң жұмыртқаның сарысын жағып, бетіне қалағаныңызша күнжіт немесе мак сепсеңіз болады. Мен мак септім аздап. Сөйтіп алдына қызып тұрған 180 градус пеште 30-35 минутта пісіріп аламыз. Мінекей піскен түрі өте әдемі. Жасап көріңіздер. Егер ұнап жатса лайк басып коммент жазыңыздар.